Біздің сіздерге ұсынатын ұрпақтар сабақтастығы ұлттық мектеп музей кешенінің экскурсиясы осы жерден басталады. Қасиетті Қазақстаннан, біздің отанымыздың жүрегінен. Бұл туралы ұлттық мұражайдың қасынан үлкен қасиетті Қазақстан орталығы ашылып, Қазақстанның байтақ жері ашылмай жатқан, көрінбей жатқан жәдігерлер ұрпаққа жүйеленіп, ғылыми түрде конференцияны өткізіліп, Батырхан Елгүннің бастамасымен том-том кітаптар шығарылып, кезінде Берік Әбдіғалиұлы негізін қалап, бұл туралы үлкен жұмыс жасалып жатыр, әлі де жасалады. Соның пайдасын біз игілігін мектептер көре бастадық. Өйткені ұрпақтар осы жерге келіп, әрбір жүгіріп өткен бала қазақ баласында не бар, қандай қасиетті орын бар, қандай жәдігер бар, қандай тарихи орын бар, соның барын осы жерден көзбен көргендей көріп, сезініп, түсініп ұғатын болады. Бағана Ақбілектің күшімен қорғап осы күнге жеткізген ол кім? Әрине біздің ұлы даладан шыққан ұлы тұлғалар, ұлы батырлар, ұлы есімдер. Бағана ұлылықтың рухына бөленгендел шабыт кернеп, жанымды өлең кернер. Бұл дала ұлы дала болмай қайтсын, төсінде тұнып тұрса кемеңгерлер деп, мен осы ұлы дала туралы поэма жазғам, сол кезде осылай бастағам. Сол есіме түсіп отыр. Қазір мына ұлы даладағы біздің ұлы рухтар, қазақ даласының осы әр түйір тасын, әр түйір шөбін, әр осы біздің қазақ даласындағы әр пұшпағына осы кісілердің қаны, маңдай тері тамып, осы байтақ даланы қорғады. Әр бала осы жерде тұрып, мыналар кім екен деп, мына Томиристен бастап, мына жердегі мына Жәңгір ханнан аяқталатын көне заман тарихындағы ұлы тұлғалар, одан кейін мына Әлібек ұлы Төле биден басталып, жаңа заман, мына жерде мына 84 адам мен аяқталады, Мақатаев Мұқағали, одан кейін тәуелсіз Қазақстан, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың есімімен басталады. Осыны біліп ұғып өссе, үлкен бір тарихқа, өзінің тарихына, тіліне, ұлы даласына деген махаббат оянады деп ойлаймыз. Түсінікті деп ойлаймыз сіздерге. Жас ұрпақ бұны міндетті де біліп өсу керек. Енді біздің ұлттық мектеп болғаннан кейін не болу керек? Ұлттық мектепті ұстап тұратын ұлттық құндылықтар, асыл мұрамыз. Сіздің қазақта бар ғой өзі 5 құндылық, өзіміз баяғыдан бойымызға сіңіріп өткен, ұят болады, ол болады, сауап болады, күнә болады, адам болып өсті дейтін, әр ұрпақ осы жерде біліп оқып өссін деп, осы жерге тұмарша бейнесінде осылай қойдық деп, Ербол Іргебайұлы ағамыз марқұм көз тірісінде осы жерде маған көрсеткен. Алғаш астырғанда келгенімізде, мен азамат былай қойдық, мына жер былай деп жатыр деп, ұлт тілі